Сәлем достар, сіздермен бірге футбол ойнайтын, футболдың түрін түсіріп тастап. Мен футбол ойнағанда Месси мен және Роналду таңғалып қалады. Короче, футболдың атасы мен ғой. Ақсақал футболдың атасымын деп қойды. Сақалың ақтан, мұртың ақтан, ештеңесі жоқ қой. Ақсақалым дегеніңіз футбол ойнамайсың да ұқсайды, құмырс. А что, сомнением бар ма не? А что, сомнением бар ма не? Бар ал сомнением. Дәлелдесең ал дәлелде. Достар, футбол ойнамайды, дәлелдей алмайды маған. Дәлелдеймін, бірақ бүгін емес келесі челленджде. Ондай болса достар, келесі челленджде футбол жайлы контент күтіңіздер. Сол жақта бека ойын. Онда сөйлей бермей бастайық. Бұл жолы не түсіреміз? Тоқта, сен мынау өзін таныстырса болды ма не? Өзін таныстырса болды ма? Мен өзін таныстырмайын ба кішкене, танымай қалса ше. Достар, сіздермен мен супер, пупер, безумный заңғар және футбол ойнай алмайтын ойын. Достар, біз бүгінгі челлендж бастамас бұрын Инстаграмға тіркеліп, YouTube каналға тіркеліп кетіңіздер. Я, достар, сіздер әлі тіркелмепсіздер ғой. Инстаграм, TikTok және YouTube парақшаларға тіркеліп кетіңіздер. Төбендегі описанияда тұрып қойып. Я, достар, ондай болса біз бастайық. Мен де достар, челленджге керек заттардың бәрін жинадық. Бұл жерде достар, өздеріңіз көріп тұрғандай әші және тәтті заттар бар. Олармен не істейтін боламыз? Ойын шарттарын айтқан жоқсың. Ойын шарттары өте қиын достар. Тағы жейміз деп айтпашы. Я. Достар, мынау жерде қиын ғой. Әші заттар өте көп қой. Сәл де болсын тәтті заттар қоспайсыңдар ма? Мен әдейі бұның бәрін әші зат қылдым. Енді бұны қайда ойнаймыз енді? Олсын достар, алда тұрған стакандарға шайды лақтыратын боламыз. Сол ішінде қандай зат шығады, соны ішеміз, болмаса жейміз. Достар, қиын ғой мынау. Әші зат түсіп қалса қалай болады екен? Жей алмаймын ғой мен әші затты. Жейсің, әйтпесе ұтыласың. Достар, бірақ мен везунчикпін ғой. Мен колама бірдеңге түс кетеді маған. Білесіздер ғой мені? Түс кететін. Мен бәрін ұтып кетемін ғой. Көреміз везунчигін. Достар, бұл жол точно везунчигі болмай қалса екен. Лайк басып, коммент жазып кетіңдер. Я, достар, біздің қайсымыз жедет, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Тағы Инстаграм парақшамен, TikTok және YouTube парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Достар, мен бұл ойынға құр келген жоқпын. Подарка бар достар. Жеңген адам осын алады. Мен алып тұр екенмін ғой онда. Маған бересіз жазып. Ой, бека ғой, мен алып тұр екен ғой деп айтайын білсеге ойында көреміз достар. Ондай болса бастайық достар. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бәрін орнына сақ қойдық. Ендеше бастаймыз давай. Достар, арасында лимон бар. Лимонға түсіп кетпейші достар. Ондай болса бека ғой, сен жасың кішкентай, бойыңда кішкентай сен бастасай. Бісміллә деп бастайық онда достар. Бека ғой, сен қалып достар. Достар, бірінші түспей қалып, біз по-любому оған түсуіміз керекпіз. Достар, қазір түстің неге түскенін білмеймізші? Қазір әші нәрсеге түспесе зор болады. Достар, ол әші нәрсеге түседі ғой, мен ішім сезіп тұрмын, ішім қатты сезіп қояды ғой. Достар, лимонға түсті ғой. Достар, айттым ғой мен ішім сезеді деп. Лимон, же давай, лимон, же. Ал енді достар, маған сәттілік беріп көмектесіп жүрміз. Көп сөйлеймін, же, давай. Достар, мынау жамалайшы ғой. Достар, жаным көріп аташы. Ақымды бүгін алдым достар, осы челленджді. Что-то маған повезло болып кетті осы челленджді. Достар, сіздердің лайк басқандарыңыздың арқасында ғой. Достар, мен де лақтырам. Жаманға түс қалмасын деп тілеп отырыңыздар сіздерді, лайк басып. Достар, көзімнен жас шығып кетті ғой. Сенгі точно ашшыға түседі, мен білем. Достар, жаманға түс қалатын сияқты. Достар, неге түстіге маған қатты қызық болып тұр? Ашшы болмаса болар еді. Достар, томатный соқ қой. Достар, мен ең жек көретін нәрсем осы томатный соқ. Тойларда жеп қой, іш қоясың ғой үстіне, теркетші, бірдеңе бар ғой. Маған күлгенен мен өзім басына келдім. Достар, көрдіңіздер ме? Айттым ғой мен везучкімге. Еще жақсы бұл томат дегенімді жеп көремін ғой мен. Іш давай. Достар, мен іш қамайтын сияқты. Достар! Күш жермеш маған? Достарлар, бөр тұр ғой. Достар, туалетке жіберіп жүргенсің ғой? Достар, анау туалеттен келген жоқ әлі. Ұзақ кетіп қалды ғой? Жоқ, жеңілдеп қалдым ба? Жеңілдеп қалдым. Сен де жедің ғой лимон. Сол кезде үстенді массаны. Дай басалым. Достар, бұл жол ашып түсіп қалмаса жақсы болып еді.
Айтпаса аузым әлі ашып жатыр да. Ой, достар, неге түсті что-то су шашырады ғой. Бірақ аппақ су екен да ол үшін. Bir aşağı bir denge olup durur o. Достар, тәндем түсті ғой. Негізі тәндем деген денсаулыққа жақсы да. Просто ұната бермеймін да мен шу. Енді амал жоқ ішуге. Жарыс ес, жарыс. Бірақ ал достар, ішейін. Достар маған ұнатқан жоқ да. Бірақ просто денсаулық үшін ғой. Sen денсаулық үшін алып қояқ деген сияқты болды ғой. Негізі сен ойын арам бәлесін қоязан ғой. Достар, мен кезем анжері только тәттілер ғана сақты. Ё-мое, достар, түспей қалса да, достар, неге түссен, мейіріне ашы затқа түсі ойдың достар. Ішім сезіп бұрдай. Ё-мое, достар, бұсана майонез ғой. Қайт жемейін қазір бұны. Тем более нан жоқ. Үсті өткізетін болды ғой. Пельмен болса вообще зор болатын сияқты ғой. Саған қақтың пельмен қазір аман зор достар. Давай же. Түспейді ғынан достар. Ё-мое. Мамам кеше ғана жүгіріп қошатын болды ғой. Сен мамамнан қорқасың ба не? Енді мама тыңдау керек қой, сен тыңдамайсың ба? Болып сен жеме ақ қойшы, сен үстіне тиді ғой, кешірдім сен. Енді мен лақтырайын достар. Достар, маған йогурт түсті. Ё-мое, достар, мынаған тәтті нәрсе қайтып түсе береді екен да, Айттым ғой саған безунчикімді. Қой өзім подаркымды жейін. Достар, зор екен. Достар, жегім келіп жатыр. Достар, зор екен. Ал енді мен лақтыратын кезеңге қалыпты достар. Өзі лақтыруға желание болмай кетсе, әсі нәрсе түсе береді да. Ё-мое, достар, лимонның суы түсті ғой, әсі болатын шығар. Саған мен безунчигімді беру керек қой. Айтса дұрыс достар, мен жолым бола береді ғой. Ішінде қалып сенде. Лимонның өзінен қышқы ғана. Достар, аузым ашық. Достар, анау туалетке қашып кеткен сияқты. Бұл жол битонмен жерім ғой. Сол жерін мынау подаркты мен аламын да достар. Достар, сіздер маған әлі тіркелмепсіздер ғой. Тіркелмей қалай болады екен көру? YouTube парақша мен TikTok және Instagram парақшаға тіркеліп келесі кездескенше.